Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге қытайский мотоциклдердің төгіс жолы жайынан біраз обзор түсіре кетуді жөн көріп жатырмыз. Бірақ көптеген кісілер біледі, мотоциклді жаңадан алып, или мотоцикл айдағаннан көп болмаған кісілер білмейді деген ниетпен білгенімізше төгіс жолынан мағлұмат бере кетуді жөн көріп жатырмыз. Бисмилля деп оң жақтан бастайық. Оң жақтағы кнопка, яғни переключатель, оң жақ және сол жақ екі жағының штекері және замок зажигания, шток привор, поворотник және алдыңғы пар барлығының штекері пардың корпусында түйіліседі. Каждийдің өзінің светі бар. Одан кейін сигнал келеміз. Сигналдың проводы екіге бөлінеді, жасыл және қара боп. Одан кейін катушка зажигания, яғни бабин деп айтамыз. Көптеген кісілер негізі бабин деп айтсақ түсінікті болады. Свечке төк бармай қалу, бұның рол төк бармай қалса бірден осы бабинді ашып қарауыңызға болады. Или бұдан болмаса мотоциклдің оң жақ, сол жақ крышкасындағы генераторға қарайсыз. Сол генератор төк бермей қалуы да мүмкін. Одан кейін реле заряд дейміз. Бұның негізгі ролы атқаратын аккумуляторға заряд беру. Егер аккумуляторыңыз заряд алмай қалса, мотоцикліңіз қызған кезде, онда бірден осыдан көресіз. Көбінде осыдан болады. Одан мына штекер, бақтың штекері, яғни бақтың датчигі. Егер бұл штекер соғылмай қалса, онда бақ датчик көрсетпей қалады. Және мотоциклдің аккумуляторының оң теріс және терісі. Одан бұл артқы тормоздың штекері болады. Артқы шырақ задний фонардың штекері. Бұл реле статор. Яғни мотоцикліңіз статор алмай қалса, статор кнопкасы істемей қалса, көбінде осыны қараңыз. Бұдан болмаса статордан. Ең соңынан